Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен фаршированный перец тағамын даярлаймыз. Мен бұл тағамға жүгері қосып даярлағанды өте жақсы көремін. Жүгерімен даярланған бұл тағам ерекше дәмді болып шығады. Алдымен салмасын даярлап аламыз. Ол үшін пияз бен картопты майдалап кесеміз. Мен пияз бен картопты блендермен езіп алатын боламын. Блендер болмаған жағдайда өзіңізге қолайлы әдісті қолданыңыз. Яғни мясорубканы немесе терканы пайдаланыңыз. Езілген картоп пен пиязды фаршқа саламыз. Бұл жерде фаршымыз міндетті түрде майлы болуы қажет. Сол кезде сіздің тамағыңыз өте дәмді болып шығады. Тұз, кориандр, қара бұрышты қосып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Фаршқа жуып тазаланған күрішті қосып, барлығын тағы да біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Естеріңізде болса, мен арнайылап осы тағам үшін тәтті бұрышты қатырып сақтаған болатынмын. Тәтті бұрышты бөлме температурасында ертіп аламыз, оның ішіне фарш салып толтырамыз. Тәтті бұрышты базардан немесе дүкеннен сатып алып, свежий күйінде жасасаңыздар да болады әрине. Менің балаларым тәтті бұрышты жемейтін болғандықтан мен қалған фарштан фрикадельке жасадым. Тағамның сорпасы үшін пиязды майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Сәбізді ұзынша етіп теркадан өткізіп аламыз. Қазанға аздап күнбағыс майын құямыз. Ұсақ туралған пиязды салып, шамамен 5 минут көлемінде сарғайғанға дейін қуырамыз. 5 минуттан соң сәбізді салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да шамамен 5 минут көлемінде қуырамыз. Сәбіз бен пиязға бір ас қасық томатная паста қосып, жақсылап араластырып, 5 минут көлемінде қуырамыз. 5 минуттан соң 2-2,5 литр ыстық қайнаған су құямыз. Суға тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Сорпа қайнаған уақытта ұсақтап туралған картопты саламыз. Артынан фарш салынған тәтті бұрыштарымыздың барлығын саламыз. Негізінен мен фрикаделькеді де дәл осы әдіспен даярлаймын. Соңынан сорпаға жүгеріні саламыз. Жүгеріні видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Мен қатырылған жүгеріні қолдандым, сіздер жаңа піскен жүгеріні қолдансаңыздар да болады. Қазанның бетін жауып, сорпаны қайнағанға дейін жеткіземіз. Сорпа қайнағаннан кейін 30 минут көлемінде орташа отта тамақты пісіреміз. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы менің әдісімді пайдаланып даярлап, өзіңізді, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептісімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.